Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен мясной пирогтың етті бәліштің рецептісімен бөлісемін. Өзім әрдайым үйде жасап жүрген рецепт. Өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Осындай болып дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бөлме температурасындағы сары майымызды ұнымызға салып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Екі қолымызбен осылай сары майымызды езгілеп, корочки жасаймыз. Сары майымыз сапалы болғаны дұрыс. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Қамыр қопсытқышымызды саламыз, қаймағымызды, тұзымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп, қамыр илейміз. Осылай жақсылап біріктіріп, қамыр илейміз. Қамырымызды кішкене бойын алуға үстін жауып қоямыз. Фаршымыздың үстіне тұзымызды саламыз. Қара бұрыш пен паприкамызды саламыз. Суымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Мен 2 пиязды майдалап турап қосамын. 2 пияз және 2 картоп қосамын. Пиязды осылай ұсақтап турап аламын. Картопымызды осылай үккіштен өткізіп қостым. Осылай үккіштен өткізіп алдым да, салмамыздың үстіне бәрін қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымызды алып, азырақ бөлшегін үстіне жабуға алып қаламыз. Қалған қамырымызды мен пергаментный бумагамның үстіне сразу қойып, жаятын боламын. Қамырымызды үлкейтіп, осылай жайып аламыз. Салмамызды осының үстіне жайғастырамыз. Осылай жайғастыратын боламыз. Алып қалған қамырымызды жайып үстіне осылай қоямыз да, астындағы қамырменен жақсылап біріктіреміз. Видеода көрсетілгендей қылып, шет-шетін бүгіп біріктіретін боламыз. Мен ортасын осылай пышақтың көмегімен кішкене кесіп қоямын. Үстіне жұмыртқамызды жағып, кунжут себемін мен. Кунжутымызды сеуіп, қызып тұрған печкамызда 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып, қызарып пісіп шығады. Дәл осы рецептпенен жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді шығады. Қонақ келгенде дастарханның көркін ашады. Және тойымды, өзі сочный болып шығатын пирог. Менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай болып шығады. Неке іші бәрі толықтай піскен. Ас болсын.